Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы таң. Таңертеңгі видео. Қойлардың бәрін сыртқа шығарып жібердік. Шарбақтың ішіне мән бермеңіздер. Бытыс болып отыр қазір. Мынаны бітіргендей болдық, бірақ әлі нақты біткен жоқ, әлі дұрыс. Мына аралықтарынан кішкентай лақтар ешкілер шыбыштар шығып кетіп тұр. Соны қайтып бұзып 10 см қылатжамыз, 15 см еді. 15 см шығып кетіп тұр. Соны енді 10 см қыламыз ба деп шешіп жатырмыз. Содан кейін мына жерде де бітеу керек. Мына жерде былайынан полный. Өйткені мына жақта қойлар тұрса, мына жақта менде нелер тұрады. Мына жақта қой мен ешкілер тұрады. Аны былай өтіп тастау керек. Мына жерде жем тұрады. Мен жақта тауықтарым тұрады. Тауықтардың қазіргі жағдайы осындай міне. Осында енді қазір кебек беріп жатырмын. Кешегі алып қойған жем бітіп кетті. Сол ала осы енді жем алып қою керек. Қазір демалыс, қалаға барып жемін алып келем. Так, міне іші. Мынау кешегі алып келген тауықтар. Ақтауық. Кеше 8 тауық алып келдім. Карл тауықтарынан. Бұрынғы птиц фабриканың тауықтары ғой. Или бұлай қолдан асыраған ба, точно білмедім қайдан алғанын. Міне. Осылар Карл тауықтары 8 штук. Біреу ана ұяда жатыр, жұмыртқа туатыны, қалғандар осы жерде тұр. Мен домашний тауықтарымнан үлкен ғой, ақ тауықтар деген бар. Міне қазір жағдайлары осындай. Қазір бізде ауа райы жаңбыр жауып не істеп жатыр ғой. Енді алла осы қазір жемдерін әкелеміз. Сосын тауықтар сыртқа шығарамыз. Қойлар тоже жүреді. Енді бұлар тауықтарды кешкі уақытта шығарамыз. Олар қазір жұмыртқа туып бастайды ғой. Таңертеңнен кешке дейін жұмыртқа туады, 4-5-ке дейін. 4-5-тен уже олардың барлығын далаға шығарамыз. Анау кешегі туған ұрғашы лағымыз. Шешесі мынау өзі құтақандай болса да. Мынаны, короче, қолмен босандар болдық қой. Өзі туа алмай. Енді бірінші рет туып тұрған шыбыш қой. Өзіміз туылдыр болдық. Короче. Баласына жаман жаны ашып тұр ғой, ешкілер. Өйткені ана қой туған кезде баласына өшейіп жаны ашымап еді. Өсе баласына жақындамап еді. Енді мынау туы керек. Қашан туасың? Енді осы туса, ала осы. Сосын болды. Қалғандары буаз емес, пока. Қазір осылай.